Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Қарағанды облысына аты дүркіреп тұрған өркен мамандандырылған мектеп-интернатының влогы. Оны жүргізетін 10-шы сынып оқушысы Ахмедиев Бекжан. Көзді ашып жұмғанша осы мектептің түлегі атанамыз. Жаңа өмірге қадам басамыз. Мамандық таңдайтын уақыт жетті. Бір қуантатыны, мектебімізде мамандыққа баулайтын түрлі пәндер оқытылады. Сондықтан маған мамандық таңдауда еш қиындықтар болған жоқ. Бұл тақырыпқа сәлден соң ораламыз. Ал дәл қазір сыныптастарыммен сұхбаттасып көрейік. Ал ендеше кеттік. Қайырлы күн. Сіз қай мамандықты таңдауды жоспарлап отырсыз? Сәлеметсіз бе? Мен маркетинг мамандығын таңдап отырмын, оның ішінде интернет-маркетолог пен таргет саласы. Себебі бұл мамандық 21 ғасырда жақсы сұранысқа ие. Болашағыңызға сәттілік тілеймін. Сіз мамандық таңдауда қандай кедергілерге тап болдыңыз? Менде басында 2 ойлық болды, ал қазір нақты мамандық таңдадым. Ол медицина саласы. Жауабыңызға рахмет. Өзіңізді 5 жылдан кейін қалай елестетесіз? Мен өзімді 5 жылдан кейін білімді де білікті орыс тілі пәні ұстазы ретінде көремін. Сыныптастарымыздың жауабы осындай болды. Енді еліміздегі сұранысқа ие және болашағы зор мамандықтарға тоқталайық. Жыл сайын жоғары кәсіби бағдарламашыларға қажеттілік артып келеді. Ал IT еңбек нарығындағы бос жұмыс орындарының саны тұрақты жоғары болып қалуда. Бағдарламалық кодты жазатын және бағдарламалық жасақтаманы жөндеумен айналысатын классикалық бағдарламашылардан басқа веб-дизайнер мамандығы танымал және көзге түседі. Себебі бүгінгі таңда жеке веб-сайтсыз компанияның имиджін қалыптастыру және қызмет көрсету мүмкін емес. Агроном Қазақстандағы 2022 жылы сұранысқа ие мамандық. Құрғақ климатқа қарамастан, Қазақстан Орта Азиядағы ең ірі астық өндіруші мемлекет болып табылады. Ал ендеше биология пәнінің мұғалімі Назерке Абайқызынан сұхбат алып көрейік. Сәлеметсіз бе мұғалім? Сәлеметсіз Бекжан. Гринланд зертханалық курсының артықшылығы неде? Бекжан, сұрағыңызға рахмет. Гринланд зертханасының басты айырмашылығы бұл жерде оқушылар өздері барлығын қадағалай алады. Мысалға келтіретін болсақ, мына отырғызылған қиярдың көкөністердің өзі де оқушылардың өз қолымен егілген, оның құнарлылығы барлығы зерттеліп, қай күнде неше күнде шығуы анықталып отырады. Осы арқылы біз биология пәнін таңдап отырған оқушыларға алдағы уақытқа жасыл технологияны үйретіп, мамандыққа деген қызығушылығын арттыру мақсатында жұмыс жасап отырмыз. Ал осы курсқа қатысатын оқушылардың қандай жұмыстары бар, көрсете аласыз ба? Енді осы уақытта, қазіргі уақытта бізге барлығымызды қызығушылығымыз тудырып отырған жұмыс мына жұмыс деп айтсам болады. Бұл микрофлорик, яғни эко ойыншықтар. Бұл жерде арнайы қолмен жасалып, басынан ана жерге газонның тұқымдары салынып, арнайы түрде жасалады. Күнделікті суарудың нәтижесінде мына жерден біз кішкентай көкөніс, яғни газонның отростықтарын көре аламыз. Оны оқушыға немесе кез келген балаға сыйлыққа беріп, бұл баланы өзі үйінде суарып, өсіріп, өсіп кеткен заманда қайшымен құйып, бәрін жасап отырады. Ал бұл ойыншықтың маңызы ауаны тазарту үйдегі және де ультракүлгін сәулелерді жоюмен айналысады. Шынымен де бұл оқушылардың жасаған жұмыстары өте керемет жұмыстар екен. Елімізде сұранысқа ие тағы бір мамандық химия мамандығы. Химия, инновация және болашақ туралы ғылым. Қазба байлықтарының сарқылуы бүкіл әлемде байқалуда. Мұнай мен газға тәуелді Қазақстанның энергетикалық кешені де бұл мәселені айналып өтпейді. Алдағы дағдарысты шешу жолдарын табу, баламалы энергия қорларын жақсарту және нанотехнологияны дамыту қазіргі химиктердің қолдан келетін істердің толық тізімі емес. Мен ұсынған мамандықтар тізімі осы. Егер видеомыз ұнаса, каналымызға тіркеліп, үлгілеріңізді аямаңыздар.